Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Инка Максовна. Бүгін мен қатпарлы қамырдан жасалған өте хош иісті қытырлақ француз круассандардың рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіз. Бізге керек өнімдер: жылы сүт, жылы су, 2 дана жұмыртқа, өсімдік майы, тұз, ашытқы, қант, маргарин немесе сары май және ұн. Ең алдымен ашытқыны дайындаймыз. Оған жылы су мен жылы сүтті үлкенірек ыдыс алып құямыз. Оған қантты саламыз, шым тұзды саламыз және ашытқыны саламыз. Араластырамыз да 5-10 минутқа ашытқы жұмыс істегенше бетін жауып қоямыз. Міне біздің ашытқы көтерілді, ол жұмыс істеп тұр. Енді бұдан біз қамыр илейміз. Оған сұйық майды қосамыз. Бір жұмыртқаның барлығын қосамыз. Ал екінші жұмыртқаның сарысын алып қаламыз. Оны бетіне, круассанымыз піскен кезде бетіне әдемілігі үшін жағамыз. Сол үшін бір сары уызын алып қаламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Енді осыған електен өткізілген ұнды салып қамыр илейміз. Бірінші қасықпен араластырам, қолым былғанбау үшін. Одан кейін қалған ұнды саламын. Мұнда 700-800 грамм ұн кетеді. Сіздің ұныңыздың нығыздығына қарай байланысты салынады. Енді ары қарай қолмен илейміз. Жақсылап нан бір келкі болғанша бастырамыз. Нанымызды илеп алдық, ол жұмсақ болады. Міне, дастарханға жабыспайды. Және тез-тез жұмыс істегенде қолға жабыспайды. Енді бұны арнайы ыдысқа салып, бетін жауып, кемінде 1 сағатта жылы жерде ашытамыз. 1 сағатта біздің нан осындай үлкен болып көтерілді. Енді бұны столға ұн сеуіп, нанды түсіреміз. Нанды ұнға аунатып, осындай жгут секілді созамыз, дөңгелетеміз. Енді бұдан 10-12 бөлшек қамыр шығарамыз. Осы бөлшектерді дөңгелетіп жинаймыз. Столдың шетіне ұн сеуіп қоямыз. 12 бөлшек қамыр шықты. Бұның беті кеуіп кетпеу үшін жауып қоямыз да шетінен қамырды алып жұмыс істей береміз. Қамырды алып, қалыңдығы 3 мм болатындай оқтаумен жаямыз. Және қамыр қолға жабыспау үшін онымен жұмыс істейміз. Қамырымызды жайып алдық. Бұның көлемі алақаннан сәл үлкенірек болып шығады. Енді бұның бетіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майды жағып шығамыз. Сары май ерітілген болмау керек. Бір қамырға 1 шай қасық сары май кетеді. Маргарин да қолдансаңыздар болады. Бұны дастарханның шет жағына қоя тұрамын. Және қалған қамырларды тура осылай жайып шығамын оқтаумен. Міне тура сол диаметрді жайдық. Енді жаңағы бетіне май жағылған қамырдың үстіне осыны тура сол секілді жабамын. Және бұның да үстіне сары май жағамын. 1 шай қасық көлемінде алам, жағамын. Қайтадан шетке қоямын да осы процесті ары қарай жалғастырамын. Қамырымыздың барлығы біткенше. 11 дана қамырды жайып, арасына сары майды жағып шықтым. Бірін үстіне бірін қойып. Енді мына 12-ші қамырды май жақпаймыз, жай ғана жайып аламыз. Және ең үстіңгі бетіне құямыз. Ең соңғысын майламаймыз. Бетіне жабамыз. Және майы шет-шетінен шығып кетпеу үшін ең астыңғысы мен ең үстіңгі қамырды бір-біріне жабыстырамыз. Арасын.
Жабыстырып алдық. Енді бұған жақсылап ұн себемізді, қамырымызды жаямыз. Алдын ала қолмен басып аламыз. Екінші жағына аударып, қайтадан ұн сеуіп жаямыз. Қамырымыз осындай үлкен және жұмсақ болады. Қалыңдығы 5 мм болатындай ғып қамырымызды жаямыз. Бірдей бөліктерге бөлеміз. Бірінші ортасынан бөлеміз. Одан кейін 4-ке бөлеміз. Одан кейін әр қамырды әр бөлікке бөліп шығамыз. Менде барлығы 16 қамыр болып шықты, 14 бөлікке. Енді бұны қалай жинаймыз? Мына шетін кішкене былайынан кесеміз. Бұл біздің круассанның аяқ жағы кең үлкен болу үшін. Ішіне начинка салсаңыз да болады, мен начинкасы жасаймын. Одан кейін осылай жинаймыз. Жинағанда мына бас жағын орап келеміз де, бас жағын соза отырамыз. Соза отырамыз да, былай дөңгелетеміз. Сонда бізде осындай формада шығады. Тағы да бір рет көрсетейін. Кішкене тілеміз қамырды, одан кейін дөңгелете бастаймыз. Кішкене де 1-2 рет дөңгелеткеннен кейін мына ұшын соза бастаймыз. Қолмен ақырын итереміз. Міне біз круассандардың формасын келтіріп алдық. Оны кішкене айтар іздес қып қиғаштап қойдық. Енді бұны арнайы противенға саламыз. Астында пергамент немесе тефлонный коврик болуға болады. Және бұны қамырдың ұлғаю үшін 20 минут, 25-30 минутқа бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Арасын алыстау қылып қойыңыздар, өйткені біздің қамырымыз өсіп ұлғаяды. Қамыр демалды, ол көлемінде ұлғайды, 2 есе ұлғайды. Енді бұның бетін жаңағы алып қалған сары уызымызбен жағып, жақсылап жағамызда 180 градуста 30-35 минутқа қызып тұрған пешке салып пісіреміз. Француз круассандары дәмді болды. Қараңыздар, ол пештен шықты, суды қандай әдемі. Қараңыздар, қытырлақ. Ортасы керемет болып піскен. Өте дәмді. Қатпарлы болып піскен қамыры. Француз круассандарын осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді болып шығады. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.